Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз сіздермен қабатталған самса, яғни слоеный самса пісіреміз. Алдымен осы самсаның құрамымен танысып алайық. Бізге бірінші ұн, тұз, май, фарш және қара бұрыш пен пияз қажет болады. Алдымен самсаның қамырын дайындап аламыз. Қамыр өте қарапайым. Бір кесе суға дәміне қарай тұз саламыз, сосын қамыр илейміз. Иленген қамырды 5 минут тындырып аламыз. Бес минуттан соң қамырды қайтадан күлшелеп, тағы да тындырып қоямыз. Қамырымызды жұқалап жаямыз және сол уақытта майымызды да ертіп аламыз. Жайылған қамырдың үстіне еріген майымызды жағып аламыз, содан соң дәл видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Оралған қамырымызды жиырып аламыз да жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Қамыр дайын болғанша пиязды майдалап тураймыз және үстіне тұз салып араластырып аламыз. Содан соң етке пияз бен қара бұрышты дәміне қарай қосамыз және қалауларыңыз бойынша түрлі дәмдеуіштерді де қосуға болады. Міне қамырымыз да дайын болды. Қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Одан күлше жасаймыз. Күлшелерді жайғаннан соң үстіне дайын болған фаршты салып, үш бұрыштап түйеміз. Түйеміз де духовкаға салып пісіреміз. Міне самса да дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса комментарий қалдырып лайк басыңыздар және арнаға жазылыңыздар. Ас дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.